Қарауға болмады? Бейқарауға болма. Бейқарауға болма. Әйтеуір аман-есен босанып, қызымыз дүниеге келіп, кішкене бір үстімізден жүк түскендей болды. Көбісі жазып жатыр ғой, неге тәтең келген жоқ деген сияқты. Сонау Турциядан 5,5 мың километр тастап, өзім алдыртқан жоқпын. Енді өзім бір семья болғаннан кейін. Зачем оны сонау әурейлеп бері қарай алдыртып, бір жол түскенде келерсіз деп өз ойымда, ақылымда айтып, тәтеге керек емес деп мен көндірген болатынмын. Тәте сізге көп рахмет. Азынан бастап кешке дейін поддержка беріп, звондап, связда болып отыр және өзінің көрімдігін беріп жіберіпті. Рахмет, біз сізді жақсы көреміз. Апрельский сирен деген музыкамен келдік қой, құдай. Бәкірдің музыкасы қалай болды бәріне? Зена деген қыз құр қол келмейді. Вау, қараңыздаршы, қандай көпті. Тамаша. Бізде эфирден кейін қазір жиналыс болады, как раз шай ішеміз, қыздар. Худеть. Әдемі ма? Таңғы кросс. Шүкір Аллаға. Жай бір круг жүгіріп бастадық. Асылбек үшін. Асылбек спортсмен қазір. Салам алейкум деп тұр. Че там Асылбек? Әдемі ма? Әдемі. Әрең сөйлетіңізші. Солай, таңғы кросс. Алматының погодасына риза болам ғой. Жаңа боран желіп отыр, тып-тыныш болып қалған ғой. Бірақ ауа тазарды. Қазір обязательно тамақ ішіп алғаннан кейін далаға шығайын деп тұрып қоймыз, иә? Аңсарчыға, қолымда аңсар бар. Ауаның тазасына терезені ашып тастадық, мына жақта шек ұшып тұр. Аспанды қараңыздар. Мәссә. Всем привет. Қалайсыздар? Бүгін қалаға шығу керек боламыз. Бүгін кешеден бері басым ауырып, мазам болып жатқан жоқ. Кімнің басы ауырып жатыр? Дәл мен сияқты. Кеше бір подругамыз Турсын көрсем, тоже айтады. Басым ауырып жүр, сондай кешеден бері деп магнитная буря дей ма, не знаю. Ештеңе желание болмай қалды ма бас ауырғаннан. Қазір кешке бір көреміз. Может, видите, может, қойта салам. Леса, аңсарчықтардың ерді қасында мен өз визит сесем, жыннан біледі. Күнде осы звук естіміз бір азан осымен ойнамыз. Бас бұрын қапада болып тұрған үшін. Так, бүгін бізде отбасылық семейный sit down please. Балдыз бар. Мен бармын. Жан-жарым бар. Османчик бар. Осман бар мына жақта. И мама бар. Жарайсыз, таза бода ұйықтап жатыр. И алтын шешем бар. Бәріміз бүгін мегафишке білесіздер ғой, біз балық жегіміз келген кезде, шашлық жегіміз келген кезде мегафишке ұшамыз. Қазір еще мегафиште дубайский шоколад қосылған ғой, қараңыздар. Ана дубайский шоколад үшін келетін болдық енді тағы да. В общем, біз жақсы көретін нәрсенің бәрін шығарып жатыр мегафиші. Біздің слабостьіміздің бәрін біледі ғой, сол отбасымызбен келіп қалдық. Дәмді тағам, таза жер, осында таза ауада отырып тамақтанғыңыз келсе, мегафишке келсеңіздер болады. Ас болсын бізге. Біз қазір Нуркамен Қушетке барып жатырмыз. Кеше естідік, бірақ барған жоқпыз. Поэтому қазір булочканы алып алдым. Мен еще тары көже дайындап қойдым. Ыстықтай орап, қазір апаратын боламыз. Вот, Аймилосик. Помидорчик отыр. Вот тут Нұрсұлтан. Мен вот такой алдым. Жүгер. Қалайсыңдар? В общем, түсінем. Біздің свидание кішкене болмай кетті да, білмеймін, ұйықтап кеттік па, ұйықтап кеттік па деп сұрайық. Просто қазір енді көп адамдар ұйықтап кете беретін болған ғой. Ұйықтатып кету деген ол типа бір жаққа барам деп, шығам деп, шықпай қап, сондай сияқты. Короче, ала звондап жатыр, кінәтай берейін. Қалайсың? Привет. Привет. Здравствуй, қалайсың? Жақсы, не істеп жатсың? Я на работе. А ты что? Нормально. Біз не ұйықтап кеттік па, келесі бетін болдық па, или қалай? Кездесеміз ғой, өзің ғой жоқпын күткен. В смысле, мен сені күтіп жүрмін ғой? Встреча деп. На самом деле, мен сені күтіп жүрмін ба, сен маған айтам дедің ғой, қашан екенін? Ну, давай завтра тогда. Завтра? Давай. Все, садились тогда. Давай, қайда жүрсің негізі? Артың бір Милан болып тұр, жұмысың қай жерде екен? Возле Черемкура. Жарайды. Все тогда, до завтра. Да, давай, пока. Давай. Ертең көресіңдер ғой.
Мені жасырмай қояйын, осы күнге дейін естейтін расымен де ұл бала шешеге жақын болады, мамасына суретіліп жүреді десе. И ойлайтын ғой енді, кез келген бала енді мамаға жақын ғой енді, шешеге жақын деген сияқты. Өйткені екі қызым маған өте нейтрально қарайды. То есть мама, короче, құшақтайды, сүйеді, жақсы көреді. Мен де оларды жақсы көремін, құшақтаймын, ойнаймыз, күлеміз. И мына үшінші ұл болды ғой енді, бірінші ұлдың сезімі болды да менде. Ойладым, может, бастапқыда деп. Бастапқыда қатты байқалған жоқ. Вот қазір кішкене ес біліп келе жатыр ғой, 9 ай боламыз, Құдай қаласа. Мама мені көзбен іздеп бүкіл қонақташы. Мам деген кезде мен мынандай жақындықтан, вот, осыны айтқан ғой деген сияқты. Бірақ енді бұны бір қатты былай қабылдамағанмын да, сонша енді қатты жақын болады десе. Прям даже ауырғандарында разница бар екен да. Мысалы бізде екі қыз ауырғанда, енді кішкентай кездерінде де ауырды, бірақ былай бөлік түсіп деген ондай болмағанда енді шыдамды температура, есть температура, нормально қабылдайды, жүре береді. Но енді қатты прям енді нет қалса ғана былай болады. Бірағында ұл бала касса, біз ана кейде күлеміз ғой, күйеулерімізге, тіпті әкелеріміз ауырып жатса, прям температураға шыдай алмай, внимание жетпей, бітіп қалады ғой, бөлік түсіп. Оказывается, ұлдар туылғаннан солай болады екен ғой. И ұлдың да ауырғанда разница ғой. Кәдімгідей уже құшақтап, кеудеңе жатып, внимание жетпей, деп кәдімгідей сондай болып қалады. И кейбір қыздар ренжіп жатады ғой. Маған мам, сен жігіттер керек емес деп, жандарым, мен сендерге бір ұлдың енді ғана ана болып жатқан қыз ретінде айтайын, сендерге келіншек ретінде, я. Ұл бала туылғаннан мамсик екен ғой, қыздар. Давайте. Ассалаумағалейкум, қайырлы күн, қалайсыздар достар? Мынау дайректке сообщение толып кеткен. Жақында болған ситуацияға байланысты мынау Магнум бойкот жариялап жатқаны. Я, дұрыс бір жағынан. Негізі Магнумға көп барамыз, заттар аламыз, сөйтеміз. Оған бармай базардан да алсақ болады, бір қалада жүргеннен кейін өзінше болып Магнумға барып жүретін түріміз ғой. Келешісін итеріп жаңағыдай. Бірақ та тілімізді қорлап, сөйткен үшін барудың қажеті жоқ деп ойлаймын. Вообще басында Алматыға келген кезде таңғалатын. Мысалы мен бізде Шымкентте бәрі кілең, бәрі қазақша сөйлейді. Мына келіп магазиндерге саламатсыз десең, здравствуйте деп. Сөйтіп, мысалы, әреңді үйрендік қой, орысшасында да, мысалы, көніп. Содан бойкотты дұрыс деп ойлаймын. Біз Россияда тұрып жатқан жоқпыз, Қазақстанда тұрып жатырмыз, сондықтан қазақ тілінің барлығы білу керек. Вот мен солай ойлаймын. Біз Хушет пен Нұркаға келіп құттықтап, погодаға қарамай. Шашымызды айтсаң. В общем, фото түсеміз деп ниеттеніп келгенбіз, бірақ енді погода быт болып шашымыздан быт не yapsақ. Сол құттықтап келіп қалдық. Бауы беріп болсын енді, аман болсын. Аман есен босанып алды. Енді Нұрканың жағдайы жақсы болса. Кеттік. Так, бір қайда.